Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай қысқа сақталынатын аджиканың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қызыл бұрыш, қызанақ барлығын жуып бөліктерге бөліп аламыз. Ашты бұрыш қалауыңызша менде 5-6 штук. Ішіндегісі дәндерін алып тастаймыз тазалап. Чеснокты алдын ала суға салып қоятын болсақ, тазалануы оңай болады. Осылай барлығын тазартып аламыз. Ал енді барлық заттарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Чесноктың өзін жеке өткіземіз. Қызыл бұрыш, помидорлығы араластырмай. Сосын қызанақ. Ащы бұрышты тәтті бұрыштан алдын өткізіп жібереміз. Ет тартқышта ащылығы қатты қалып кетпеу үшін артынан тәтті бұрышымызды барлығын өткізіп аламыз. Ал енді ыдысымызға ет тартқыштан өткізілген қызыл бұрышты және де қызанағымызды салып, үстіне сұйық майымызды құйып, отқа қоямыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қайнаған соң оттың астын баяу қойып, дәл осылай 40-45 минут шамасында қайнатамыз. Сонан соң чесногымызды және укроп, қалауыңызша тұз, сосын қантты салып, араластырып 5 минут, 7 минут шамасында қайнатамыз тағы. Ал міне аджикамыз дайын. Енді стерилденген банкімізге құйып, стерилденген қақпақпен жауып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ащылау келеді. Қыстың күні тамақпен жақсы желінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.